Атырау облысында тәлімгерлер кеңесі құрылды. Онда басқарма басшыларына өңірдегі білікті әрі тәжірибелі ардагерлер ақыл кеңесін айтады. Құрамында жетекші салаларды жіті меңгерген 11 ақсақал бар. Олар жұмысты тиімді жоспарлауды үйрете отырып, қиын кезде оңтайлы шешім қабылдауға бағыт-бағдар береді. Сала майталмандары облыстағы кей басшылардың жұмысына көңілі толмайтын сыңайлы. Алғашқы отырыстан-ақ жаңадан тағайындалған энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысын сынға алды. Жиында коммуналдық қызметтер үшін берілетін 15 мың теңге төлемі тілге тиек болды. Март өтті, апрель өтті, май өтті, әлі төлемейді. Аналар күнбөгін жаңағы инвалидтерге, басқа да мұқтаж адамдарға төледі деп тұр. Екі ортада мен енді өзім лично осы мәселемен бардым, сіздің ЖКХ-ға. Кіре алмадым да, төмендегі кісілер айтты, бәрі бар, тіркелген, болады, июньнің 4-інде ғана төлейміз дейді. Енді ол ана адамдар өзінің жаңағы нормасы бар. Бір ай марттағына апрельде төлеу керек, апрельде майда төлеу керек, уже долг кетіп баратыр, үстіне пене кетуі мүмкін. Сондықтан ол мәселе шешу керек қой айналайын. Ол коммуналдық шығындарды төлеу үшін министерстводе болған жаңа төлеу жөнінде біздерге программа берді. Программасы бар келген, оның ережесі бар кімге беру жөнінде. 7 категориялар бар ішінде беріледі заттар. Бәрі анықталып нетті. Қазір спискіні бәрі нақтыладық қой. Списки қолымызда бар. Біз коммуналдық службамен сверка жасадық. Енді коммуналдық службалардың бізге берген тізім бойынша ақшасын беріп тұр. Бүгін кешке біздер осыған аударып жібереміз. Сондай-ақ ардагерлерді облыстағы газдандырылмаған 19 елді мекен алаңдатты. Олардың айтуынша газ аумаққа жеткізілгенімен жергілікті тұрғындардың үйлеріне тартылмаған. Бірақ халық газды пайдаланып отқан жоқ. Әңгіме сонда ғой. Әңгіме осында. Жоқ. Өз жерге бәле миллиард ақша кетті. Оны өзіңіз білесіз. Оның салғанына уже 4-5 жыл болып қалды. Бірақ газ халық алып отқан жоқ. Не себеп? Осыны зерттеуіңіз сұраймыз өтініп. Жауапты өкіл мұны жоспарға сәйкес шешетін жеткізді. Бюджетінің түсімі және жоспар, оның шынайы қалай болғандығы, соның барлығы көтеріле отырып, мен ойлаймын, енді бұл қазіргі осы жаңа келген басшыға қоғамдағы ең, бұл айтқанда, қажетті сұрақтарға назар аударуға, соны білуге бір үлкен түрткі болады деп. Осыны өздері қазіргі уақытта енді естеріне алып, сол себепті жұмыс жасауға бір үлкен үрдіс береді деп есептеймін. Осылайша тәлімгерлер кеңесі облыстағы басшылардың жұмысын ілгерілетуге септігін тигізбек. Алдағы уақытта ардагерлер әр сала бойынша кеңесші қызметіне ұсынылуы мүмкін. Зейн Ерғали, Артур Ботпанов, Атырау телеарнасы.